Қостанай облысында жас жігітті іздеу жұмыстары 5 күнне асты. 2000 жылы туған жітіқаралық Евгений Кузьмин 7 мамыр күні қаладағы түнгі сауықтыру мекемелерінің бірінде болған. Жас жігіт одан түнгі 3 шамасында шығып кеткен. Содан бері оның қайда екені белгісіз. Полицейлер қазіргі таңда із-түзсіз жоғалған адам туралы ақпарат таратып жатыр және еріктілермен бірге бірнеше күн бойы қала мен оның төңірегін шарлауда. Іздеудегі адам туралы бірдеңе білетін болсаңыз, экранда көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалуды сұраймыз. Қостанай облысында полиция қызметкерінің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайын облыстық полиция департаментінің қызметкерлері хабарлады. 6 мамыр күні Федоров ауылында жол апаты болып, учаскелік инспектор Батырсайым Зайтенов қайтыс болды. Алдын ала мәлімет бойынша Volkswagen жүргізушісі мас күйінде 47 жастағы майор тізгіндегі Нива қызметтік көлігімен соқтығысқан. Апатқа кінәлі жүргізуші оқиға орнынан бой тасалғанымен тез арада анықталып, ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Айта кетейік, Батырсайым Зайтенов ішкі істер органдарында 23 жыл қызмет еткен. Полиция бөлімшесінің мәліметі бойынша ол антына адал, өз ісіне берік, жауапты әрі құрметті қызметкер ретінде танылған. Қостанай облысы бойынша фитосанитариялық бақылау департаментінің 2 бас маманына қатысты үкім шықты. Қазақстан Республика бас прокуратурасының мәліметінше, олар карантиндік өнімдерді шекарадан кедергісіз және тексеріссіз өткізген үшін 13 жүк көлігі жүргізушінен 2-ден 20 мың теңгеге дейін пара алған. Нәтижесінде фактілер анықталып, инспекторлар мен 13 пара беруші өмір бойына мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айырыла отырып, түрлі мерзімге жазаға кесілді. Сонымен қатар инспекторлар алынған пара сомасын төлеуге міндеттелді. Сондай-ақ мемлекеттік айыптаушының өтініші бойынша сот ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетіне жеке ұйғарым шығарды. Қызметкерлер арасында профилактикалық жұмысты күшейту және келешекте сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жою мақсатында сот үкімі пара алушылардың әріптестерінің қатысуымен жарияланды. Ол әлі күшіне енген жоқ.